Сәлем қыздар, бүгін сіздерге құлпынай қосылған пирогтың жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен кремімізді дайындап аламыз. Кремнің жасалу жолын ссылкасының астына қалдырамын. Одан кейін тестамызды дайындаймыз. Жұмыртқаға қантты саламыз, ерітілген майды құямыз, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін барып үстінен ұнмен разрыхлителді салып, жақсылап араластырып, қолымызбен теста қылып илейміз. Жұмсақ қылып илейміз, қатты қылып илеп қоймайсыздар. Одан кейін формамыздың ішін жақсылап майлап, тестамызды салып, жан-жағына көтеріп, жайып шығамыз біркелкі етіп. Одан кейін үстін вилкамен тесіп, қызып тұрған пеште 170 градуста 25-30 минуттай пісіріп аласыздар. Түсі осындай түс болу керек. Одан кейін формаңыздан осылай дәл мен көрсеткендей етіп шығарып аласыздар. Одан кейін үстінен қалаған джемді қоссаңыздар да болады. Бұл джемді мен өзім дайындадым. Оның рецептінде астына жазып қалдырамын. Сол бойынша жасасаңыздар өте дәмді шығады. Үстінен қалаған ягодыларыңызды қойсаңыздар болады. Мен клубника қойдым. Одан кейін үстінен кремімізді қоямыз. Кремімізді қойғаннан кейін барып әдемілеп жайып шығамыз. Кремімізді біркелкі етіп жайып болғаннан кейін барып, үстінен тағы да осы начинкамызды құямыз. Қалағанымызша сәндейміз. Одан кейін уже шайға кесіп қоя берсеңіздер болады. Немесе бөлме температурасында 2 сағатқа қалдырып қойсаңыздар, тестасы одан әрі жұмсақ болып, өте дәмді болып шығады. Таңғы асқа дайындап берсеңіздер керемет болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер.